Қарақалпақстан Республикасы мектеп бешкемган мектеп білім беру министрлігі тарапынан оқушы жастардың коррупцияға қарсы иммунитетін елде күшейту мақсатында қазіргі күнде бір қанша жұмыстар әмелге асырылмақта. Осы жұмыстардың бірі ұлыма білім беру мектептерде адалдық дөңгелеклер шөкілместіріп келінбекте. Бұл дөңгелеклерге қазіргі күнде 6000-нан астам оқушылар ағза болған. Бұл дөңгелеклерде оқушыларға адалдық хақында, тазалық, адам инсанилық, президенттің ата-ана, отан хақында міндетлері, білім алудың тикарғы мақсатлері, сол отанға садық инсан болу, тәрбиелеу бойынша бұл дөңгелеклерде көптеген жұмыстар алып барылмақта. Оқушылардың арасында коррупцияға қарсы күресу иммунитетін елде күшейту мақсатында құқық қорғау органдарымен біргелікте таңлаулар, ұшырасулар, сәуетлесу кешелері шөкілместіріп келінбекте. Ұлыма білім беру мектептері оқушылар арасында қазіргі күнде коррупцияға қарсы күресу бойынша коррупцияға қарсы бірге күресеміз. Коррупция жәмиеттің дұшпаны атамаларында таңлаулар шөкілместіріп келінбекте. Бұл таңлауларда оқушылар өздерінің коррупцияға деген қарсы иммунитетінің келіп шығып, шығармалар һәм суретлер таңлауларында белсене қатынасып келмекте. Бұл таңлауларда белсене қатынасып келген оқушыларымызға мектепке шекімген мектеп білім беру министрлігі тарапынан hürmet жарлықтары әмде сауғалары тапсырып келмекте. Бұл таңлаулардың өткерілуі тикарғы мақсатымыз оқушылар арасында коррупцияға қарсы күресуді елде күшейту болып есептелінеді. Жаңа 2025-2026 оқу жылынан бастап бұл бағдардағы жұмыстар профилактика күндерінде адалдық қадіриетлері, туысқанлық, минет сүйгішлік, тыныш тұрмыс тикары темаларында үгіт насихат жұмыстары әмелге асырылмақта. Бұл бағдардағы ләжілардың оқушылар арасында үгіт насихат жұмыстарын давам еттіру мақсатында 2025-2026 оқу жылы давамында ләжілер режесі істеп шығылды, һәм тасдиқланды. Бұл іс реже тикарында елде жұмыстарымыз давам етеді. Баршаңызды коррупция айлығына белсене қатынасуға шақырып қаламын.